былай ғой, саясатқа араласқан дұрыс негізі. Бірақ мысалы күндіз жұмыста болып түнде эфир ашқаннан не пайда деп ойлаймын да, бір жағынан тиктокта ғана шектелу деген. Енді мына ағалар күндіз түні сөйлеп жүр, елдің ішінде айдын партия құрып жатыр, Алға Қазақстан болып, Нартәуекел болып, жаңағы Қазақстан деп елімізде әр қалада белсенділер бар, жүгіріп жатыр, петиция дейма, петиция жинап жатыр. Соның біреуін сен өздігіңнен да Қазақстан Республикасының еркек азаматы ретінде, болашақ балаларының болашағына алаңдаушы әке ретінде сен елімізге жанашыр адамдарды іздедің ба жан-жағыңнан? Ашық айтшы, мойындап айт. Вот, сен іздемесең, мен сенің үйіңе барып тауып алмайтын шығармын. Неге сен елімізді елеңдеп жүрген қазақ ағаларымыз, болашаққа елеңдеп жүрген қазақ ағаларымызды іздемейсіңдер? Сөйтесіңдер да, түнде тиктокта сөйлейсіңдер деп. Қай уақытта сөйлеуіміз керек сонда біз? Болашақ құру деген ол қалай айтсам болады? Елді дүрліктіру емес қой ол. Қандай ел дүрлігіп жатыр? Сен қазір біздің арамызға келіп, танып отырсың, елдің ішінде, елдің болашағына алаңдайтын, шашы жалбыраған Айтгүл деген қатын бар екенін танып отырсың сен мені. Дұрыс па? Мен болашағыма алаңдаймын. Мен 3 баламның болашағына алаңдаймын. Баламды кешкі сағат 8-ден кейін көшеге шығаруға қорқам. Біреу өлтіріп кете ма деп, себебі жан-жағымызда өңшең бандиттер өмір сүріп жатыр. Менде халықтың бар ғой, жағдайы жақсы болған қалайын, билігіміз неге белсенділерді іздемейсің? Билік те кей тұстарда дұрыс істемей жатқанын да көріп жатырмыз. Неге соны айтпайсың, көріп жатыр екенсің? Неге соны айтпайсың? Тілің жоқ па не? Маған келіп мына жерге ақыл айтып отырсыңдар, Айдын. Неге сен тиктоктан айтпайсың? Ақордаға барып, акиматқа барып айтатын нәрсе ғой. Вот, барып айт жаным, айт. Артыңда тұрам. Артыңнан 10 жігіт жіберем, барып айтшы, шаман келсе. Неге айтпайсың? Істепедіңіздер сіздер сондай? Деп жатыр, алды Айдос Садыков өлді ғой, айтам деп. Марат Жыланбаев қамалды. Думан Мұхаммед Кәрім қамалды. Әйгерім Арон Атабек өлді. Жоқ, ол енді Ағаділдің өзі де, баласы да өлді. Қазақ, ол естественно олар өлгенін, бірақ сіздер сол өліп жатқан кезде артында тұрған жоқсыздар ғой. Енді оның артындағы жүрген қаншама, мына қазақ қамалып шықты, Карима деген әпкен қамалып шықты, елде қамалып жатқан дофига и больше. Мен елге бара алмаймын қазір. Барсам прямой бала-шағам қасына емес, түрмеге барам. Осылайықтар. Сонда мен қамалып, қазақ қамалып, жаңағы Карима қамалып, жеңіске жету керек та, Айдын қатынның қойнында жатып, жақсы өмір сүру керек па не? Осылайықтар жүрсіз. Қашып кеткен мен елден, Тоқаевтың қандықол қылмыскер жүйесінен. Басымды аман сақтап қалайын деп. Себебі мен сөйледім, сен құсап, деп қыңқылдап, қатынның қойнында жатып, жақсы өмірді армандаған жоқпын. Мен күрескім келді. Мен сөйледім. Айдын. Сабыр сақтаңыз кішкене. Айтпашы маған сіз сабыр. Сендердің осы сабыр деген сөздерің қанша қазақты қабірге апарды. Түсініңдер ма? Көттеріңе сабыр деген әңгімені айтпамаған. Сабыр деп, осы сабыр деген сөздерің Путиннің көтіне тықта апарып. Осы уақытқа шейін сабыр деп айтып отырсыңдар. Айткүл, ашуланатын жер бар, ашуланбайтын жер бар ғой. Дәл қазір ашуланатын жер емес мынау. Қақта ашулану керек сонда? Вот, алаңда ашулану керек. Давай, покажи. Көрсет ашуыңды. Мен естеймін жалғыз өзім. Көрдің ба? Сен мені іздемесең, әрине сен жалғыз боласың. Неге сен іздемейсің еліміздің ішіндегі белсенді ағаларды? Неге шыққа шықпайсың? Бір сұрақ қояшы, Айка. Ұрса бермесе, Айка, не yapalım? Тірі өлік деген сөздің мағынасын қалай түсінесің? Тірі өлік деген. Жақсы түсінем, айта бер. Жоқ, мен таңғалам, жігіттер айтып берсе, тірі өлік деп кімді айтады? Бір нәрсені айту үшін, бірінші сен соны өзің жасап көрдің ба, жасап көрмедің ба? Балаңа да бір нәрсе, Айдын, балаңа да бір нәрсе көрсету үшін, сен бірінші жасайсың оны, істейсің. Сосын барып, оған көрсетесің. Дұрыс па? Сен өзің еш нәрсе істемей отырсың ба? Ешқандай. Болды. Көзімді бөлмей тұрыңызшы, Габи. Сен өзің бір ауыз елдің ішіндегі болып жатқан былықтың бәріне наразысың да, бірақ бір ауыз видео үндеу жариялаған жоқсың да,
сөйте тұра маған келіп тиктокта не бітіресіңдер дейсің. Хотя бы сен бірінші дәл мен секілді бір видео үндеу жарияла. Сөйтесің да мен де видео үндеу жарияла бердім. Айткүл дым болды ғой деп айтуға болады. Талқылап қайтесің ғой, сразу айта салшы өзің. Өзің айт, сен айтшы Айдын, сен қалай түсінесің? Өзің ойыңша қалай түсінесің? Айдын. Жақсы түсінемін. Енді айтсаң жақсы түсінетін. Қалай сен ойың түсінсем болды емес пе? Неғыласыңдар ғой, мен қалай маған түсіндірші, мен түсінбеймін. Мен ана бір шешенің жоқтауын айтып берейінші, Айка. Тұра тұрыңызшы, Айдыннан сұрайды. Арманы жоқ, мақсаты жоқ, адамды тірілік дейді. Енді Болды ғой? сіз кімге жаттырсыз? Арманы бар, мақсаты бар, немесе или тіреулікке қайсысына жатасыз сіз өзіңіз? Арман мақсатым бар ғой менің. Енді сол армандарыңыз бен мақсаттарыңызға неге күреспейсіз? Мен арман мақсатым анау бір билікті құлату емес. Не сіздің арманыңыз? Екетажный вилла, бөксесі керемет тоқал, астыңа жаңағы не ма? Бір пакеттен мәшине ма? Болды ма? Арманың? Сәлеметсіз бе? Бірінен аға. Арманың не айтшы? Арманды айтуға болмайды ғой. Енді не арманың айтсың? Арманды айтуға болмайды. Менің арманымды тыңда. Менің арманым дүние емес. Менің арманым Қазақстанның, қазақ халқының тарихында атым қалу. Қазақ үшін күресіп. Бір тал ексемде қазаққа пайдамды тигізіп барып өлу. Менің арманым сол. Қара жерге еге болып, сол елге бір тал ексемде саясында 5 қазақ көлеңкесінде жатып демалса екен деген арман бар менде. Сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мына Айдын айтады да, мен арманым билікті құлату емес дейді. Ол билікті сен құлатпа, адам қанша жыл болды өмір сүріп жатқаныңа ес білгелі. Халықты тонап, мысалы. Енді оларға жаңағыдай мысалы адамдар керек та. Байысам, жесем, жемқор болсам, анау біреуге өткенде сұрақ қойып жатыр да, Америкадағы Африкадан келген халықты, шеттен келген халықты қалай білуге болады деп. Құл болып келген халықты қалай білуге болады десе. Негрлерді айтып жатыр да. Негрлердің барлығы байса, машина мінет, мойындарына трос тағады. Біздің қазақтарда сол Қазақстанда. Кішкене байса, анау ескі құсқы Германиядан, Япониядан келген машина мініп алады да бір-біріне мақтанады. Менің бір андай дүкенім бар, бірдеңем бар деп бір-біріне мақтанады да. Ал япондарды, корейцтерді қарасаң, дамыған Европадағы мемлекеттерді қарасаң, алысқа бармай-ақ қой, өзіміздің араб еліндегі мемлекеттерді айтайық. Олардың сана сезім басқа да. Мысалы, біздікі құлдан қалған. Менімше біздің елде бас көтеретін еркектер бар да,